Достар, сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерменен аптека, яғни дәріханада айтылатын сөздер, қажетті қолданылатын сөздіктер туралы үйренетін боламыз. Ең бірінші бұның біз мағынасын біліп алайық. Бұл жерде фармаси деп көп жағдайда айтады, ол өте кең таралған атау. Екінші, драгстор, бұл америкалық вариант, хемистис британдық вариант. Біз көбіне хемистис осы вариантты таңдаймыз, осы вариантпен көбіне біз айтамыз. Яғни британдық вариант бізге өте жақын болып келеді. Ең бірінші мен сіздерге мына бір дәріханаға кірген кезде ауру адам, яғни бір жері ауырып тұрған адам сұрайды міндетті түрде. Have you got anything for a headache? Сізде бас ауруға арналған бірдеңе бар ма, яғни дәрі бар ма деп сұрап тұр. Can you recommend something for a sore throat? Сізде тамақ ауырғанға бірдеме ұсынасыз ба, не ұсынасыз деп тұр. Can you give me some medicine? Маған бір дәрі беріңізші дейді. I have awful heartburn. Have you got anything to help me? Менде өте қатты изжога дейді, асқазанның қыжылдауы дейді ғой. Сондай болып тұр. Сізде маған көмектесетін бір дәріңіз бар ма деп сұрап тұр. Енді әртүрлі аурулар бар, өте аурудың түрі көп. Алла тағала бізді ауыртпасын. Мына жерде бір-екі түрін ғана жазып кеттім. Travel sickness, мына жерде жүрек айну, hypertension, бұл жерде жаңағы қан қысымы дейді, давлениенің жоғарылып кетуі, toothache, бұл жерде тіс ауруы, earache, бұл жерде құлақ ауруы, stomach ache, бұл жерде іш ауруы, backache, бұл жерде бел ауруы, арқа ауруы, nasal congestion. Nasal congestion бұл жерде мұрын бітелу, насморк дейді ғой. Сосын каф деген жөтел. Осындай ауру түрлері жалпы алғанда бар, жаңағы алдымызда тақырып өтіп кеткенде қараңыздар. Headache, бұл жерде бұл бас ауруы, sore throat, ангина, тамақ ауруы. Осындай аурулар түрлері бар. Осындай біз аптекаға барған кезде міндетті түрде бұл сөздік бізге керек болады. Сонымен қатар міне мынандай сөздіктерді біз сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Мына жерде сироп, swallow, бұл жерде әлгі тамақ ауырған кезде соратын дәріні біз swallow деп айтамыз. Prescription, бұл жерде рецепт, яғни кейбір дәрілер дәрігердің рецептімен ғана босатылады, яғни дәрігердің рецептімен ғана сатылады. Оны рецепт болмаса, медицина қызметкерлері аптекада жасайтын, олар сатуға құқығы жоқ. In tablets, таблетка түрінде. Мысал үшін қараңыздар, 1 teaspoon 3 times a day. Бір шай қасықпен күніне 3 рет. Бұл жаңағы фармацевт қыздың, немесе ағайдың сізге ұсынатын, күніне 3 рет бір шай қасықтан ішіп отырасыз деп тұр ғой. After your meals, немесе before, тамақтан кейін немесе тамақтан алдын. Бұл енді аптекадағы қыздар, яғни аптекада тұратын фармацевт білуге тиісті сөздер. Мына бір сөзге қарамыз. Бұл да vocabulary. Бұл жерде достар сіздер қалам дәптерлеріңізді алып жазып алсаңыздар болады. Мен сіздерге аптекада кездесетін сөздердің ағылшынша нұсқаларын айтамын. Brilliant green, бұл жерде ол зеленка. Жазып алыңыздар. Brilliant green ол зеленка. Антибиотик білесіздер. Iodine, бұл жерде йод. Витамин. Eye drops, құлақ, көз. Drops дейміз. Капля, тамшылары, көзге немесе құлаққа арналған тамшыларды айтамыз. Painkiller дейміз. Кетанап бар ғой бізде, аты шулы. Жаңағыдай обезболивающий, ауырғанды тоқтататын. Соны біз painkiller деп атаймыз ағылшынша. Мына жерде бұл жерде де жаңағыдай ағылшын тілінде аптекада керекті сөздердің біразы бар екен. Pills, таблетка, drops, жаңағы айтып кеткен тамшы, ointment, маз, аспирин білесіздер, syringe, мына жерде ол шприц, sticking plaster, бандаж, өздеріңіз білесіздер, mixture, бұл жерде смес,
және термометр, білесіздер оны. Осындай сөздіктер кездеседі. Сонымен қатар мынандай яғни диалект, can I help you? What a pity, өкінішті, I have a headache десең, мен басым ауырып тұр десе, what a pity, өкінішті деген сияқты сөздерменен сіздерді жұбатады фармацевт. Give me your prescription, please. Маған өзіңіздің рецептіңізді беріңізші дейді. Әр сағат сайын, every hour, on an empty stomach. Аш қарынға ішесіз дейді. Before, тамақтан алдын, after meal, тамақтан кейін деген сияқты сөздер қолданады. Ал ең бастысы фармацевттердің айтуы be healthy. Тез сауығып кетіңіз. Осы сөзді ұмытпаңыздар, фармацевт ханымдар немесе ағайлар, мырзалар. Be healthy. Сауығып кетіңіз. Сонымен қатар мына жерде де өте көптеген сөздер бар. Жаңа біразын айтып кеттім. Сироп, пил, таблетка, капсула, крем, білесіздер, крем, ointment, маз, гель. Мына жерде сапозитори, яғни ол свечи, сайренж, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, пенти лайнер, қыз баладан жеке гигиеналық тампон, сонымен қатар санитary напкин, жаңағыдай айтады ғой, жаңа жабыстыратын қолға. Паудер, міне. Паудер, порошок, мысалы үшін бізде атышулы порошок, ол терафлю ғой. Осы паудер, терафлюді паудер деп сұрасаңыздар болады. Осындай сөздіктер өте көп. Осы ең маңыздылар жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Аптекада шетелде жүрген кезде осы сөздерді қолдансаңыздар болады. Білімдеріңіз арта берсін, достар. Менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Білімдінің күні жарық ел аралаңыздар, саяхаттаңыздар. Саяхаттаған кезде осы сөздерді қолданып жүріңіздер. Сау болыңыздар.